соңында жігіт өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Одан кейін қызы келіп оған күмәнданатынын айтады, соңында жылап кетіп қалады. Сонымен жігіт түрмеде қалады, көнеді. Былай айтқан кезде енді көнгеннен басқа оның басқа амалы қалмайды, бірақ әрине ол түсінбейді қалайша бұлай болды деп. Ол сол жерден дін қызметшісін кездестіреді, дінге жақын сотталушыны, яғни өзінің мынау түрмедегі өміріне жаймен үйренісіп бастайды, көлік жөндейді, одан кейін өсімдікпен айналысады. 1 жылдай уақыт өтіп кетеді уже. Кстати, інісі туралы айтады, иә. Інісі барын айтады адвокатқа. Содан інісінің өзіне қол салғанын біледі. Содан өте қатты қайғырады, оған өте қатты қиын болады. Бірнеше рет өзіне қол салуға тырысады, бірақ әрине аман қалады. Содан кейін барып тағы бір жігіт келіп, мен ешқандай кінәлі емеспін, мені осылай айыптады. Одан кейін анам өзіне қол салды, бірақ анамның өзіне қол салу мүмкін емес деген сияқты жаңағы тағдыры дәл бас кейіпкердің тағдырындай болады. Бас кейіпкер өте қатты таң қалады әрине. Жігіт, жаңағы айтып жатқан жігіт өзіне қол салып, Інжіл кітабын аузына тығып, сонымен қайтыс болады. Өзіне қол салып, содан бас кейіпкер жігіт қалай болмасын енді түрмеден шығуды ойлайды. Бағанағы адвокатын шақырады. Соның жаңағы інісінің өзіне, туған інісінің өзіне қол салмаған біледі. Енді ол қалай болмасын түрмеден шығуды ойлайды. Түрмеден шығып, қашып, яғни кек алғысы келеді. Сонымен барынша тырысады, қашуға тырысады, бірақ әрине ол мүмкін болмайды. Бұл жерде бізде басты зұлым жігіт бар. Сол үлкен бір ойын ұйымдастыратын болады осы сотталушылармен бірге. Бәрін жасаған әрине басқа кісі, ол басқа адам, ол қызды зорлап, сосын өлтіріп, дәл осы әкесі дәл осы жігіттен басты зұлымнан көмек сұрайды. Сонымен зұлым жігіт түрлі камерадан қарап отырып, соңында мынау нені табады, көрер жігітті тауып алады да, бинго, мінекей осыдан көре салайық деген сияқты. Бар кінәні соған арта салады. Айтқан кезде, ал анау байдың жігіті, байдың баласы ғой, сондықтан да солай оңай құтылып кетеді. Ал енді дәл сол зұлым жігіт сотталушыларды ойынға шақырады. Шақырғанда түрме бастығына айтады да, солай олар жарыс алып кетеді. Олар жаңа игра в кальмарадағыдай, олардың әрқайсысына номерлер беріледі. Сонымен көліктер арқылы көлік жарысы болады. Сол жерде жеңімпаз атанған адамға үлкен ақшалай жүлде беремін дейді. Солай жүрген кезде жаңа бас кейіпкер жігітті кездестіреді. Басты зұлым ойлайды, мына жігітті қайдан кездестірдім, бір жерден кездестіргенім анық деп. Уже енді 1 жылдай уақыт өтіп кеткен ғой одан кейін. Содан кейін ақыр соңында жаңағы барлығы көлікпен жарыста жүрген кезде бас кейіпкер жігіт мотоциклге мініп алады. Сонымен соңында жаңа басты кейіпкердің кім екенін түсінеді. Енді ол қалай болмасын осыдан құтылуды ойлайды. Егер оны тірілей болсын, өлілей болсын ұстасаңдар деп айтады да, көрермен мынау басқа сотталушыларға сендердің жүлделерің одан сайын көп болады деп. Сонымен соңында жаңағы жігіт мотоциклмен секіріп кетеді, қашып кетеді былай айтқан кезде. Сонымен алтын істері өз мәресіне жетеді. Мінекей енді 7-8 шығады, одан кейін ары қарай шыға береді. Дорама аптасына 2 бөлімнен ғана шығады. Сонымен бізге енді 5-ші серияның превьюін көрсетті. Қалай болатыны шамалап, соған қарағанда нағыз қызық енді басталады. 7-ші серияның превьюін көрсетеді, кешірім сұраймын. Содан менің ойымша нағыз қызық басталады. Кек алу енді басталғалы тұр. Менің ойымша бұған жігіт кім кінәлі, кімнің қатысы бар екенін анықтап өзінің кегін алады деп ойлаймын. Егер естеріңізде болса, дәл осы басты рөлді Джи Чан сомдайды ғой, актер. Соның бұрын фильмі болған, осыған ұқсайтын. Бұл дорама соның ремейк болып табылады. Ремейк дегеніміз енді соның басқаша нұсқасы десе болады. Ол енді фильм болса, ал бұл соның сериал нұсқасы десек болады. Сондықтан да бүгінгі обзор осындай болды. Городской дорамасы туралы енді жалпақ тілде айтылды былай айтқан кезде. Сондықтан да видео ұнаған болса, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Дорамшик ағай.